Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен үй жағдайында лаваш немесе донер дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: лаваш, помидор, огурцы, окорочка, фри, майонез, кетчуп қажет. Ең алдымен лавашымызға майонезімізді, одан соң кетчупымызды жағып аламыз. Үстінен туралған окорочкаларымызды саламыз. Оның үстінен фриімізді қоямыз. Үстінен туралған огурцилерімізді саламыз. Одан соң туралған помидорларымызды салып, үстінен майонез, одан соң кетчупымызды жағып шығамыз. Одан соң лавашымызды орап, бір ыдысқа саламыз. Барлығын осылай етіп жасап шығамыз. Одан соң қызып тұрған табамызға лаваштарымызды орналастырамыз. Осылай үстінен басып тұрамыз. Біздің қамырымыз сәл күйіңкіреп, өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. 2 минуттай осылай істеп аламыз. Келесі бетін тағы да 1-2 минуттай үстінен басып ұстап тұрамыз. Осымен біздің лавашымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.